дегенде. Яғни, бірақ біздің мемлекетіміз Қазақстан зайырлы мемлекет дейді. Бірақ әлі де ойланатын, Алла қаласа қазір парламентімізге жақсы азаматтар, жаңа Қазақстан деген уақытта жаңа азаматтар барып жатыр. Алла қаласа осында ойлану керек, өйткені Түркияда зайырлы мемлекет. Бірақ сол Түркияның өзінде де мемлекет мешіттің ісіне араласпаса да, діннің ісіне араласпаса да, бірақ осы халқымыздың ішінде тұрған мешітті бөлмей, мемлекеттің қызметкері деп қарайды да, имамды. О да мемлекеттің қызметкері деп. Ол жердегі мешіттерді мемлекет өз қарамағына алып, жылуын, тазалығын, бәрін, жарғы еңбек ақысын бәрін өздері мойнына алған. Бірақ муфтият деген үлкен министрлік бар, сол дін министрлігі дейді. Соның ішіндегі қаражатының 30% мемлекет көмектесіп тұрса, 70% уақытпен тұрған. Сондықтан сол кездерде мен айтып жатырмын, Нұр-Мубарак университетіндегі алғашқы сұрағымды доктор деп жатсам, осыны зерттеу келген уақытта екен Нұр-Мубаракта шариғатты оқытады, Құранды оқытады, араб тілін оқытады, бірақ осы ислам шаруашылығын білмейді. Сол кезде осыны қалай дамытайық, осы не нәрсе деген уақытта доктор Ато деген қазір Әл-Асқар университетінің үлкен бір бөлімінің басшысы, үлкен профессор, сол кісі уақыт деген жүйе бар исламда деп сөйтіп айтқан болады. Ал оның бастамасы осы уақытты зерттеуге шыққанда жолындағы ұстазым ең бірінші қозғап жүрген әлгі бұлақтың басын ашқан осы Кеңесхан деген ағамыз. Кеңесхан Ноғайбаев деген ағамыз қазір зейнеткер, Шығыс Қазақстан Тарбағатай ауданының құрметті азаматы. Жеті жерде мақтау Аллаға болсын, мадақ Аллаға болсын, адамға емес, жеті жерде мешіт тұрғызды. Бұл байлықтан ағамыз бай болып тұрғызған жоқ, халықты ұйымдастыра алды. Сол Байжігіт мешітінде де бұл кісі прораб болып жұмысшылардың басын 40 жұмысшы жұмыс істеді, солардың бәрін басқарып отыр. Сондықтан біздің ең алғашқы ұстазым Кеңесхан аға келіп отыр осы жерде, міне бүгін сол кісімен жолығып отырмыз. Алла бұл кісіден разы болсын. Біз сол кісілердің шәкіртіміз. Енді осы уақытысы дамуын нәсіп етсін Алла тағала елімізде. Осыған себепші болған азаматтардың бәріне Алла разы болып, мешіттеріміз гүлденіп тұруына нәсіп етсін. Уақыт деген тек қана мешіт деген емес, халықтың діни, әлеуметтік жағдайын шешеді. Өйткені қаншама жұмыс орындары ашылады. Ауылдарда уақыттың егістіктері, уақыттың мал шаруашылықтары, уақыттың жанында мешіттің жанында асханасы, қонақ үйі, басқа шарасы бәрі жүріп жатса, қаншама адамдарға жұмыс орны болады. Сондықтан Алла тағала жар болсын, Алла баршамыздан разы болсын, мына еліміздің болашағы жарқын болсын, тыныштығымыздан айырмасын, мешіттеріміз мұқтаж болмасын, жылаған жетім, жылаған жесір, тастанды қария болмасын, жабылып қалған мешіт болмасын. Алла разы болсын. Ой дегенде